Уважаемые родители второклассников, обратившись на WhatsApp по телефону, указанному на ваших экранах, вы можете получить доступ к качественным и недорогим урокам казахского языка по школьной программе, где все задания выполнены и переведены на русский язык. Сегодняшний урок мы показываем бесплатно в качестве рекламы. Приятного просмотра! Бірінші сабақ. Менің отаным. Моя родина. На этом уроке ты научишься выражать свои мысли о природе, составлять словосочетания, жаңа сөздер, новые слова, ел, страна, мақтану, хвастаться, гордиться, көл, озеро, мөлдір, прозрачный, прозрачная, прозрачное, прозрачные. Бірінші тапсырма. Задание первое. Тыңда, сұраққа жауап бер. Послушай, ответь на вопрос. Отаным деп, елім деп, орманым деп, көлім деп, жар саламын, мақтанам, Қазақстаным менің деп, моя родина, моя страна, мои леса, мои озера, провозглашаю, горжусь, мой Казахстан. Астанам деп, төрім деп, ұлан байтақ жерім деп, жар саламын, мақтанам, Қазақстаным менің деп, моя столица, мой тер, моя обширная земля. Провозглашаю, горжусь, мой Казахстан. Әділғазы Қайырбеков. Төр, ребята, это почетное место в доме. Сұраққа жауап бер. Ответь на вопрос. Өлең не туралы? О чем стихотворение? Өлең отан туралы. Стихотворение о родине. Екінші тапсырма. Задание 2. Оқы, сұрақтарға жауап бер. Прочитай, ответь на вопросы. Менің туған жерім Қазақстан. Моя родная земля Казахстан. Мұнда таулар мен көлдер көп. Здесь много гор и озер. Каспий, Арал теңіздері бар. Есть моря Каспий, Арал. Туған жерімнің табиғаты тамаша. Природа моей родной земли прекрасна. Сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Қазақстанның табиғаты қандай? Природа Казахстана какая? Қазақстанның табиғаты тамаша. Природа Казахстана прекрасна. Онда қандай тау, өзен, көл бар? Какие здесь есть горы, реки, озера? Қазақстанда Алтай, Сауыр-Тарбағатай, Жоңғар алатауы, Іле алатауы, Көкшетау, Сарыарқа, Қаратау, Мұғалжар таулары бар. В Казахстане есть горы Алтай, Сауыр-Тарбағатай, Джунгарский алатау, Зайлийский алатау, Көкшетау, Сарыарқа, Қаратау и Мұғалжары. Қазақстанда Ертіс, Есіл, Тобыл, Жайық, Іле, Шу, Сырдария және тағы басқа өзендер бар. В Казахстане есть реки Иртыш, Ишим, Тобол, Урал, Или, Чу, Сырдария и другие. Қазақстанда Балхаш, Зайсан, Бурабай, Алакөл, Теңіз және тағы басқа көлдер бар. В Казахстане есть озера Балхаш, Зайсан, Боровое, Алакөл, Тенгиз и другие. Үшінші тапсырма. Задание 3. Суретке қара. Табиғат туралы өз ойында айт. Сұрақтарға жауап бер. Посмотри на рисунок, выскажи свои мысли о природе, ответь на вопросы. Сенің туған өлкеңнің табиғаты қандай? Какова природа твоего родного края?
Менің туған өлкемнің табиғаты өте әдемі. Природа моего родного края очень красива. Отвечая на следующие вопросы в третьем задании, вместо выделенных красным жирным шрифтом названий вставьте те, которые есть в вашем краю. Өзен, көл бар ма? Есть ли здесь реки, озера? Менің туған өлкемде Жайық өзені бар. В моем родном краю есть река Урал. Менің туған өлкемде Ертіс, Үлбі өзендері бар. В моем родном краю есть реки Иртыш, Ульба. Менің туған өлкемде өзен жоқ. В моем родном краю нет рек. Менің туған өлкемде Балқаш көлі бар. В моем родном краю есть озеро Балхаш. Менің туған өлкемде Зайсан, Марқакөл көлдері бар. В моем родном краю есть озера Зайсан, Марқакөл. Менің туған өлкемде көл жоқ. В моем родном краю нет озер. Қандай тау бар? Какие есть горы? Менің туған өлкемде Оқжетпес тауы бар. В моем родном краю есть гора Оқжетпес. Менің туған өлкемде Алтай таулары бар. В моем родном краю есть горы Алтая. Менің туған өлкемде тау жоқ. В моем родном краю нет гор. Қандай көрікті жерлер бар? Какие есть красивые места? Көлсай, Қайыңды, Шарын өте әдемі жерлер. Очень красивые места Көлсай, Қайыңды и Чарын. Төртінші тапсырма. Задание 4. Сұрақтарға жауап бер, сөз тіркесін құрап жаз. Ответь на вопросы, составь и запиши словосочетание. Үлгі, образец. Қандай орман? Қалың орман. Какой лес? Густой лес. Қандай тау? Биік тау. Какая гора? Высокая гора. Қандай дала? Кең дала. Какая степь? Просторная степь. Қандай көл? Үлкен көл. Какое озеро? Большое озеро. Біліп ал. Знай. Қандай? Какой? Таза ауа. Чистый воздух. Жасыл орман. Зеленый лес. Кең дала. Просторная степь. Мөлдір бұлақ. Прозрачный ручей. Биік тау. Высокая гора. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, балалар. На этом урок окончен. До скорой встречи, ребята.